Mana raka asqoy ko'raveringizlar. Bizim makina hangisiydi? Şu mu? Ha, Alike. Mana sizning оборудованиеңiz bag'ana. Дорогостоящий qurulg'ingiz. Mana menda surib ber, qara. Bismillah sen. Refika abi selamun aleyküm. Nasılsınız? Şöyle. Şöyle. Oldu mu? Hayır. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Şöyle ve şöyle olsun. Evet. İyidir. Gel ben. Arkadaşlar kalmış şey var diyormuş. Ha, bizim değil mi? Bak burada bir eksikler var. Ha, Ali gel. Şunu bir anlatayım. Nada men кезінде өзім орысшаға аударғам. Және қазақшаға да аудару керек. Мына жағынан түсіріңіз. Bunu istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Tabii ayarlar kalmış. Bunu menü diye değiştirmemiz lazım. Menü. Menü. Ha ya İngiliz, Latince menü. Ha menü. Tamam mı? Ayarlar. Veya настройки. Ayarlar o menü diyelim ya. Yok. Daha geniş kapsam yani. Yani. Bunu ya zaten bu nasıl biliyor musun? Bunu adam ezberlediği zaman çünkü sırayla verdiğimiz için çok sıkıntı. Bu bizim makine doğru mu? Tamam. Sen kendin mi bakıyorsun bu işlere? Yazılımcı arkadaş var sizin. Ben öyle Nasıl siz derken bana? Kararlı su var, böyle sorun. Böyle demir yaptınız galiba. Şotkalarda уже дейді обкаткасын жасап қойған. Тексеріп қойған ғой. Мынау сіздерге мына миссион макина, мына түсіріңіздер. Осыдан бір 50 күн бұрын сіздер задатка беріп қойғансыздар. Иә. Өзіңіз келіп көріп жатсыздар. Енді мынау қара, кушадағы кілемдер мына 2 метрден аспайды. 2 метр болады. Сондықтан бұлардың оборудованиялары арзан болады. Өйткені ені кішкентай. Ал енді біздің оборудование қараңыз 4.20. Bunun yeni çeşitli 4.20 değil mi? Yeni bunlar yerine çıkıyor. Arap memleketleri. Bakın. Arap ülkelerinde değil mi bu? Mынау Arap memleketleri o yakta енді кілем әрі көп, сосын арабтар енді қалталы болғандықтан олар қараңыз. 1, 2, 3, 4-4-тен 12 щетка болады. 2 ряд. Ал енді біз 5-5-тен 2 ряд қойдық қараңыз. 2 ряд, 10 щетка. Енді қазекеңдерде иншалла келешекте қалталы болып жатса сіздерге де 4 ряд қоя береміз. Әрине, бұл кезде оборудованияның да бағасы 50-60%. Мынаның бәрі Bunlar 304 değil mi? 304. Hem bayağı kilo vermiş. He zayıflamış mı? Vay. Ooo selamun aleyküm. Nasılsın? Biliyorum. Nasılsın? Hoş gördük. Max'ı finansman direktörü, misyonlu. Birinci direktör по продажам, финансовый direktör. Odan keyin тоже bir direktör по продажам бар. Ол бағана нелерінен, учредителерінен. Наксы көрсетейін. Осы бүкіл заводтың инженері. Әрі осы жердің учредителі, әрі инженері. Бүкіл конструкцияның бәрін ойлап шығаратын Наксы. Сафеда бір, yani mekanik bütün şeylere bakan değil mi? Mekanik otomasyon. Konstrüksiyon. Evet. Seni de sunuyor. Bunlar şimdi binlerce, yüzlerce, video. Bu kadar meşhur olmanıza gerek yok. Sen meşhur olsun. Sen de bizim videoda bedava oynamış oldun. Жақсы. Болды. Yani көп ayta vermeyik. Bir şey diyeceğim mi? Böyle de makine akıl yüklemesi yapıyor şu anda yani akıl olmasın. Mынаны ayta кетейін, қараңыздар жігіттер. Мына оборудованияға ми дейді да, мына миын жүктеп жатырық дейді. Мына умная машина. Ақылды оборудование бағана сенсорлері арқылы полностью өзі управлять етеді. Керек жерде тоқтайды, керек жерде көтеріледі деген сияқты. Ну и так далее. Заводты да түсіре кетейік. Duatır gördünüz ha? Жақсы екен. Иә. Мына лентаны біреу үзіліп қалса, көтеріп ауыстыра саласыз, ол болған. Мен айта кетейін, мына миссион макина, мына қазақша каналымызға жүктейміз мына видеомызды, орысшада бар. Енді орысша көбінесе мына қажекеңдерге мән беріп жатырмын мен соңғы кездерде. Мына қараңыздар. Запчастьтардың бәрі өсіп, осындай жерлерде тұрады. Иә? Одан кейін мына үлкен енді керемет Турциядағы ең үлкен заводтардан. Раке, көзіңіз жетіп жатыр, иә? Ең үлкен заводтардан. Иә. Енді мына жақта центрифугаларымыз. Мынау ремонтқа келген центрифугалар, мынау да ремонтқа келген. Мыналар енді жаңа. Қалыңдықтарын қараңыздар. Қара, Раке, қалыңдығын қарашы. Металдың қалыңдықтарын қара қандай. Мына полностью оцинковка шелемейді. Қара, іші де оцинковка. Қара, мына жігіттер. іші де оцинковка.
қалыңдығын қараңдар қандай. Мына шермит оцинковка. Ана ар жағында қаншама центрифуга бар. Бұлар енді көбінесе Турцияға. Бізге енді Қазақстанға керек 270 пен 420. Қараңыз, полностью мына жақта автоматика, пневматика. Өз ашылады, есікті өз ашады, өз жабады. Мына пневматика арқылы жұмыс істейді, пневматика компрессор арқылы жұмыс істейді. Білесіздер, е? Компрессормен ашып, компрессормен жауып отырады. Артына подшипниктерді көрсетейін. Мынау ең кішкентай центрифугалар 270. Моторы астында болады. Мына қараңдар. Жігіттер, артына подшипниктерді қараңдаршы қандай. Келіңдер. Әлеке. Артына подшипниктерді қараңдаршы қандай. Полностью тормозной колодка, тура машинедегідей. Міне. Колодка өз тоқтатады, өз жүргізеді. Артқа өз айналдырады, алдыға да өз айналдырады. Сосын барып колодка бағаны екі жағына колодка қойып, дисковый система қойып. 420 hazır. 420 үлкені бар дейді, соны көрсетейік. Жүріңдер. Мыналар міне 3, бұлар 270 değil mi? Бұлар 220 ма? 270. Қараңдар, алдындағы подшипниктерді қараңдар. Мына ступицаны көрдіңдер ма? Burada kaçta şey var? Rulman 2 mi 3 mü? Ayakta 3 подшипник var karanda. 3 подшипник. Bana. Art жағындағы подшипник плавающий. Şu bir dakika soru soracağım. Arkada sarhoş olmanın anlatabilir misin? Abi arkada art жағындағы подшипниктің пьяный дейді, бағана играющий дейді, плавающий дейді. Onun бағana ne faydası var? Onu bir anlatır mısın? arka taraftaki sarhoş rulman şimdi kapağı açtığınızda tambur aşağıda. Tambur aşağıda. Gel buraya gelelim. Evet. Tambur ses gelmez. Tambur aşağı düşmesin diye. Aha. Düştüğünde arka taraftaki rulmana zarar vermesin diye. Artı tamburda bir hata varsa tölere etsin diye sarhoş kullanılır. Anladım. Çok güzel. Bana sizlerге аударуға тырысайын. Артта бана пьяный подшипник дейді, бана плавающий подшипник дейді. Оның пайдасы не? Мүмкін дейді, какой-то бір миллиметр дейді. Неден станоктан шыққан кезде, бана токарный станоктан бір миллиметр. Миллиметрдің бана мыңнан бірі кішкентай бір қателік болып қалған жағдайда, енді бұны да Алланың құлы жасайды, адам жасайды, қателіктер болуы мүмкін. Сондай кезде бүкіл бағана вибрацияны өзіне ему үшін, өзіне проглатывать ету үшін, және центрифуганы қапқанын ашқан кезде центрифуга астыға қарай түседі. Сол кезде бағана валға нагрузка бермеу үшін, подшипникке нагрузка бермеу үшін. Және де басқа да бұның технически бағана плюстары көп, айта берсең. Ол үшін біз бөлек бір видео түсіріміз көріппіз. Мынаның бәрі міне. Тура центрифуганың бағана роддомы сияқты. Мына көбінесе бағана бүкіл Турциядан бағана нелер келеді, осы жерде ремонт жасайды. Басқа да фирмалардың бағана нелері. Білдіңіз ба? Şu bizim, yok bizim değil de. Мынаның бәрі центрифуга. İşte Özbekistan. Өзбекстанға бұл, Өзбекстанға. Тоже біздің клиентке кетіп бара жатыр. Çapı ne kadar? Arada anlat. 4.20 boy, 4'te 2. Uzunluğu, çapı 48. Diametre 48. Motor kaç kilowatt? 15. Motorda 15 kilowatt. Қараңдар, жігіттер. 11 kilowatt. Андай емес. 15 kilowatt motor. Bunda da balata sistemi. Bu жерде de бағана тормозной дисковый система. Бұны енді көре алмаймыз, арт жабық. Полностью компьютермен жұмыс істейді. Бағана инвектормен артқа алдыға өзі айналдырады. Реверс бәрі бар. Мына сығылған судың бәрі мына уже мынандай канализационный система предусмотрена. Енді бұл енді копейка тұратын нәрсе, бірақ сонда да бұл завод бәрі қарастырып қойған. Міне. Şöyle. Gelдер жігіттер, нансандар жігіттер, мен көрсейін. Boy olarak da bakmak istersen Benim boyum 1'de 65. Енді 1.60 gibi var yani. 1.60 примерно. Одан кейін мына есікті. Әлеге телефон береді. Мына подшипникті қараңдар. Сыртына бағана. 3 подшипник бар. Көп центрифугалар көріп жатыр, Қазақстан сатып жатқан. Мына жері бүйтіп айналып тұрады. Құдай сақтасын, бір күн болмаса бір күн біреудің қолы тиіп кетті, бір жағдай болды. Шалбарын бір жері ілініп қалды. Белімен бірге ора жіберуі мүмкін. Онымен қалжыңдауға болмайды. Бұл техника. Техника безопасности Совет өкіметінен бері ондай нәрселер бағана міндетті түрде бағана қауіпті жағдайлардың бәрі қарастырылған. Тоқтап қалды ма? Жоқ. Жүріп жатыр ма? Қараңыздар. Енді сіздер жігіттер мен сияқты мына жаққа қарай өтсеңіздер, қараңдар. Мынаны қаншалықты бәрін бағана қараңызшы, мына қаншалықты бар. Қай жерге дейін кіру керек екен дейін есептеген. Мына жерге дейін барабан кіреді, сосын мына конуснообразно қараңыздар. Тікелей емес, конуснообразно. Байқадыңыз ба? Bir ton 600 kilo geliyor.
Мына ауырлығы 1 тонна 200 килограмм. Мына жақтан өзі тартып, өзі жабады міне. Біз сәшін қолмен бүйтіп итерсеңіз болды. Ну-ка, есік жабайық. Мына. Мына жақта бүйтіп жақындатамыз. Шарт еткізіп өзі тартып алады. Şunu bir kapatıver. Kalınlık kaç? Tambur kalınlığı? Şey yok abi. Tamburun kalınlığı 4 milim abi. Sentrifuganın barabanın kalınlığı 4 milimetre. Mücerge samsaktığından bize görünüyor. Takozlar konup bunun aşağı kalkması. Bunu hali kötürgen yok deydi. Aslında neler koy gerek deydi. Passar. Soğuk için cabılamaydı deydi. Ülken aslında durur. Bir saniye. Süleyman. 4 milimetre kalınlığı. Mına kesikler ne kurulun mülken bolsa, soğurulun bağına kremin suyu da жақсы kılar. Mına kalınlığı var. Mına kalınlığın karında temirden. Mına артындағы mına kalınlığı. Keremet, öte keremet. Paçemlik көріп var ya. Қандай paçemlik? Burada kaç tane rulman var? 2. Buraya 2 koyuyorsunuz değil mi? Ne жерге 2 koyup. Niye peki orada 3, burada 2? Rulman çokları büyük. Ha, mınaның дейді, диаметр үлкен болғандықтан дейді, мына жерге 2 rulman, 2 paçemlik жеткілікті дейді. Ар жақта дейді, paçemlikтердің диаметрі кішкентай болғандықтан дейді. Düz giriş bu konik abi. Bu şöyle de konik. O жерде paçemlik diametri кішкентай болған соң, үшеу қоюға тиісті болды дейді. Oradaki düz. Buradaki açılı böyle. Мына жер дейді, мына конуснообразный болғандықтан бұл жерге 2 paçemlik жеткілікті дейді. Енді қараңыздар, мына топшалар да, қазақша айтқанда топшалар. Мына жақта 2, қараңызшы, промышленный, индустриальный 2 paçemlik тұр. Мына жерде тағы да 2 paçemlik тұр. Қараңыздар. Мынау нержавейка, толық, монолит. Мынаны қараңыз, усиление берген мына жерден. Усиление. Асты подушка, мына двойной подушка мына жерде. Жалпы 6 подушка бар мына жерде. Алдында 2, ортасында 2, артында 2. 15 киловатт мотор. Енді айта берсе әңгіме көп. Бұны бөлек бір видеода түсіру керек тағы да. Енді Қазақстанға бағана сатылды, о жерлерге барып бөлек түсіру керек. Сеп тұрған жерден. Мынау да шаң қаққыш. Бұл чырпма, değil mi? Doğru mu? Bu çırpma. Çırpma. Мынау кремнің шаңын қағатын және астындағы бағана қылдарды шаштарды жинайды. Kaç tane dövücü var burada? 3, 2 altta 2 üstte 4 tane dövücü. 4 mынандай ұратын nesi var бағана? 4 жерден ұрады мынандай темірмен. Altta 2, üstte 2 mi? Üstte 2, altta 2. İkisinde helezon var. Odan кейін mына комбайнный система бүкіл астына, pardon. Özür dilerim. Pardon. Bak alt üstte birbirini tabu. Şöyle, қараңыз, мына 3-3'ten ne жерден? Және ар жағында тағы. Bir de altta var mı yok mu? Var. 2 altta 2 üstte. Üstte мынандай 2, астында тағы да 2. Қараңыздар. Сосын мына конвейерный немен, комбайнный немен бағана бүкіл шаңды, топырақты жинап алады. Şu an tozu emmesi için de vakum var. Сосын дейді, үстіге қарай шығатын шаңды бөлмеге кетіп қалмасын, адамдар тұншықпасын деп сорып алатын вакуум бар, вакуумный система. Пылесостың мощный индустриальный системасы. Жарайды, бұған да бөлек бір видео түсіреміз.